Бизнес субъектілерінің жұмысы қайта жандануда. Енді сауда ойын-сауық орталықтары мен сауда үйлері жабық базарлар сенбі күні жұмыс істей алады. Кинотеатрлар санитарлық талаптарды сақтай отырып жұмысын қайта бастайды. Отандық көмірдің Украинаға экспорты 3,5 есеге азайған. 2019 жылы Ресей Федерациясы арқылы көмір тасымалдауға қатысты қазақстандық компаниялар берген тапсырыстардың 52% іске аспаған. Ал биыл тапсырыс берушілер саны 2 есеге азайған. Мәселе Еуразиялық экономикалық комиссия алқасы отырысында қаралды. Экономиканың зардап шеккен салаларындағы шағын және орта бизнес субъектілерінің несиелерін 6%-ға дейін субсидиялау. Үкімет мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес субсидиялар беру бойынша қаулы бекітті. Толығырақ атамекен.kz сайтында жарияланды. Былтырдан бастап Қазақстанда отандық мұнай өнімдерін тауар биржалары арқылы ішкі нарыққа сату жоспарланған. Ұлттық палата төралқасы жанындағы мұнай-газ өнеркәсібі комитетінің төрағасы Данияр Абылғазин нарық биржалық саудаға оң көзбен қарайтынын айтты. Бірақ заңнамадағы кереғар тұстарды алып тастап, биржа алаңдарын таңдауға жауапкершілікпен қарауға қажет екен.